Сен ұлыммен арамызға от салғаның аздай, енді атаң екеуміздің арамызға от салатын болғансың ба? Көргенсіз. Ұлымның тырнағына татымайсың. Несіне тидің оған? Не құрметің жоқ маған? Елдің келіндерін қарашы, барлығын өздері жасайды. Сондай келіндерге қызығанмен қонақты да күтеді, енелерінің де көңілін табады. Менің келіндерімнің түрі болса мынау. Қолыңнан дым келмейді. Күні кешке дейін айтатын өсек. Қысқарт болды. Динара, не болды? Неге жылап тұрсың? Әлде апам бірдеңе деді ме? Десе де сен ештеңе айта алмайсың ғой апаңа. Неге олай дейсің? Мені бір рет болсын қорғадың ба? Қорғамадың, сондықтан маңызды емес. Жетер, қоя бер, кеттік. Бірақ ыдыстар... Олар маңызды емес, сен маңыздысың. Жарайды. Апа, не жағдай болып жатыр? Динараны қашан көрсем жылап жүреді. Не болып жатыр өзі, айтшы маған. Шайды дұрыс құй деген едім, әкеңнен сөз естідім. Мына келін сымақ әкеңді маған қарсы қойып қойды. Апа, олай өтірік айтпаңыз. Неге мені сонша жек көресіз, айтыңызшы. Апа! Апа, кешіріңізші бізді, тезірек сауығып кетіңізші. Апатай, қалыңыз қалай? Ауруханада деп естідім сізді, не болып қалды, бәрі жақсы ма? Қызым, уайымдама, бәрі жақсы. Баламды толықтай өз жағыма шығарып алуым керек, әйтпесе қатын жанды болып барады. Мә, апатай, мен шошып кетсем. Дұрыс, Алмастың басын айналдырып алған ол. Келінді ұлым арқылы орнына қоямын. Өзім айтсам, ұлыма жек көрінішті болып кетермін. Жақсы сау бол, қызым. Менің кінәм артымда іздеушімнің жоқтығы ма? Әлде менің үнсіздігім оны одан сайын өршіте ме? Күйеуім араша болғысы келеді, бірақ туған анасына қарсы шыға алмайды. Екі оттың арасында қалып қалады. Бірақ шыдауым керек, барар жерім жоқ. Жүрегімде үлкен еріместе мұз пайда болғандай. Апа, жағдайыңыз қалай? Шай ішесіз бе? Жоқ, ана қатын қайда? Сорасы ағып тағы жатып алды ма? Апа, біле білсеңіз, оның аяғы ауыр. Осы ғаламда сол ғана ма бала табайын деп жүрген? Барсында даладағы кірлерді жусын. Арам тамақ болмай. Ей, келін, сенің тілің шығайын депті. Апама сенің кесіріңнен бірдеңе болса ше? Сіз араласпаңыз. Мен апама сондай жаман ештеңе айтпадым. Ондай жаман сөз айттың ғой, текке тисе бермеңіз маған. Тілің шығайын депті сенің. Не құрметің жоқ үлкенге, не сөз қайтармай жүре алмайсың. Жетеді болды. Тілімді шығаратын мына өздеріңіз. Үндемей-ақ жағдайларды жасап жүрмін ғой. Жалғасын көргіңіз келсе, парақшама тіркеліп, комментарияға жалғас деп жазыңыз және жүрекшені басуды ұмытпаңыз.